İmam Gazali'nin Kuşaylı'nın kitabından Akad-ı Lisan Akadlar gelen bazı ötküler yaptığımız biz 14. 15. Akadını өттік, ол не? Ғайбат сөйлеу. Ғайбат сөйлеудің қаншалықты зардап алып келетінін жайында өтіп келе жатырмыз. Ғайбат деген, яғни ғайыптан шығады, арада жоқ адам. Алдында жоқ, ортада жоқ адамға ғайып деп айтылады. Басқа жақта жүрді ол. Соның артынан сөйлеудің өзі күнә болып есептелінеді. Және ол сипат соның бойында бар болады. Егер бұл бойында болмайтын болса, тухмат болады. Оның қаншалықты күнә екендігін айтып келе жатырмыз. Тіпті Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мына отынды қалай жейтін болса, бірақ ғайбат сендердің істеген сауап амалдарыңды одан да тез жеп қояды деді. Сақтандырып жатыр ғайбат сөйлеуден. Және сол ғайбатқа алып баратын себептерді өттік. Қандай жағдайда адам ғайбат сөйлей бастайды. Басында адамда ешкім ғайбатшы болмайды. Ешкім анасынан туылған кезде ғайбатшы туылмайды ешкім. Таза бала болып туылады. Бірақ сондай себептер бар екен, ақырындап ол ғайбатшы болып кетеді екен. Оның себептеріне өттік, яғни бірінші себепті айттық, бір-біріне аразласу арқылы. Ренжісу, көңілін ауырту, сол секілді ол көңілінде алып қалды, осыдан бәлем қарап тұр осыдан. Мен сенде бір айыбымды ашармын деп осыдан басталады дейді. Сөйтіп ақырындап ол не? Соның біреудің айыбын айтамын деп ғайбат жоқ кетеді екен. Осындай жолдарды өттік. Және ол ғайбаттан тазару жолын өттік. Ол не? Алла тағала тәубе ету, кешірім сұрау, және сол ғайбат сөйлеп болған мұсылман бауырына барып кешірім айту. Бауырым, айып етпе, мен өткенде осындай мәселеде сенің сыртына осындай сөз сөйлеп қойдым. Бетіңе айтамын, ертең сыртына естіп жүрме. Сол үшін мен кешіріп қой деп, өзінің бетіне, көзіне қарап тұрып, барып кешірім сұрап қою, бұл не? Сол істеген ғайбатына кафарат екен. Кафарат болады екен. Және оның да бірнеше түрін өттік. Және соңғы өткен мәселеміз рұқсат етіледі. Ғайбат емес бұл орындар бар сондай. Оны айтуыңыз керек. Атын атап тұрып, түстеп тұрып, кім именно? Не мәселелерді дедік? Жаңағыдай отанға қауіп төніп тұрған болса, оны айту керек. Немесе біреудің мұсылман бауырына екінші бір мұсылман бауыр үлкен зұлымдық жеткізейін деп жатыр. Оны айту керек бар. Бауыр, байқашы, осы пәленше деген, пәленшені танисың ба? Жоқ, танымаймын. Кім ол десе, суретін көрсет. Мына жігіт, байқашы осыны. Осы саған зұлымдық қылайын деп жатыр. Деп оған ескерту ғайбат емес. Және айтылды, мына қоғамға алып келетін айтылып отыр. Жаңағыдай бір бауырың не жихад деп Сирияға кетейін деп жатқан болса, оны имамға келіп айтуың, бұл не ғайбат емес. Пәленше деген мен көршім бар, аты осындай, танымаймын десем, суретін әкеліп көрсетмей. Мына жігітті көріп алыңызшы, осы жігіт кетейін деп жатыр Сирияға деп айту ол ғайбат емес. Ол бауырымызбен ақырындап сөйлесеміз, барып айтамыз, түсіндіреміз. Ол жерде бір саяси ойын болып, ертең құрбан болып кетпейтін жайында. Ол бауырымызға ертең келешекте қуанады, сөйтіп бармағаннан сол жерге. Баласы жетім қалмайды, әйелі жесір қалмайды, ата-анасы баласынан айырылып қалмайды да сол себепті. Бұл ғайбат емес. Және ғайбат емес, егер дінге бір адам сондай дұрыс емес бидағатты кіргізіп жатқан болса, жаңа өттік, бидағат екіге бөлінеді. Дұрыс жаңалық, бұрыс жаңалық. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям уақытында телефондар болмаған. Азандар мынандай микрофондар айтылмаған. Мынандай осындай шырақтармен, осындай төбесінде көмбесі бар осындай мешіт болмады пайғамбарымызда. Пайғамбар мешіттің төбесі ашық болған. Мынандай жай намаздар бұндай болмады. Осындай жаңағыдай неден шиден тоқылған кейбір сахаба айтатын, біздің маңдайымыз топыраққа тиетін еді дейді. Алдыңғы сапқа үлгере алмай қалсақ егер. Мынаның бәрі бидағат, жаңалық, бұның барлығы бидағат деген мағынасы жаңалық деген. Жаңалық екіге бөлінеді. Дұрыс жаңалық, бұрыс жаңалық болып. Дініміздегі бар нәрселердің бәрі дұрыс жаңалыққа кете береді. Құранның өзі бір нұсқада тұруының өзі дұрыс жаңалық болды. Бидағат. Пайғамбар уақытында онда бір нұсқада 114 сүре тізіліп бір кітап болмаған ол кезде. Терде, таста, сахабалардың бастарында болды, осындай болды. Бірақ Абу Бәкір уақытында ол нәрсе бір кітап болып жинақталып жазылып шықты. Бұл бәрі бидағат, бұл бәрі жаңалық, бірақ бұл дұрыс жаңалыққа кетеді. Екінші бұрыс жаңалық бар, жаңа бидағаттың дұрыс емесі, бұл жерде ескерту, бұл ғайбат емес. Ғайбат есептелінбейді. Міне пәленше деген бауырымыз не
осы намазды бүгіннен бастап 6 намаз оқиық, немесе 5 уақыт намазды 4 намазға түсіріп жатыр бір адам. Яғни осыны діндегі қатты тұратын мәселеге бір адамдар осындай бір енгізіп жатқан болса бір мәселелерді. Бір жылда 2 ай ораза парыз деп есептейікші давай. Бір ай Рамазанға кетсін, бір ай тағы басқа уақытта, немесе қажылыққа 2 мәрте деп айтайық. Адам көп шығын болып жатыр, сол себепті жылдың басында, жылдың соңында 2 айды қойып алайық қажылыққа баруға. Десе бұл бидағаттың көкесі бұл бәрі. Ондай істеуге болмайды. Әл-хаджу ашхуру маълумат дейді Алла Тағала Құран кәрімде. Бұл қажылықтың өзінің белгілі айлары бар дейді. Сол айда ғана қажылық қабыл болады. Қалған айларда ол омра болады, қажылық емес ол. Құран кәрімде ашық айтқан аяттар бар да. Бұл жерде қатты тұрамыз енді. Бидағаттың көкесі бұл. Жаңалықтың, яғни дұрыс емес жағында бәріміз бір кісідей қатты тұруымыз керек. Бауырым олай айтпа. Қажылықтың өзінің айлары бар. Сол кезде ғана қажылыққа барасың. Қалған уақыттарда егер мүмкіншілік болмай жатқан болса, онда саған қажылық парыз емес деп оны ашық айтамыз. Осындай жағдайларда бұл рұқсат етілген мәселелер бұл ғайбат болып есептелінбейді. Және содан кейінгісі, және осы жерде пайғамбар айтады, адамдар жаңағыдай күнә істеп жатқан болса да, күнәсін айту күнә емес, ғайбат емес. Жаңа айттық, бір бала жаңағыдай байқады, наркоман болып кетіп барады, ақырындап соған түсті жолға. Немесе маскүнемдік жолға түсіп кетті. Соны барып ағасына ма, әкесіне ма, досына ма ескерту ғайбат емес. Атын атап тұрып айту. Ана пәленше деген байқаңыздаршы соны. Балаңыз бар сіздің, иә. Соны көрдім. Осындай ішетін, немесе жаңағыдай шегетін наркомандармен көп байланысып жатыр, сол балаңыз байқаңызшы сен. Деп айтып, атын айтып беру не емес, ол ғайбат емес. Сол арқылы ертең бала әкесі ма, ағасы ма оны не тура жолда себебін тигізіп жібереді жаңа бауырымыз. Бұл шариғатта рұқсат етіліп, бәрін солай айту керек. Бірақ ол ғайбат емес. Және ғайбат емес осыған дәлел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Атадрауна ан зикрил фаджир ихтакуху хатта ярифуху нас, узкуруху бима фихи хатта яхдаруху нас." Адамдар осындай опасыздық күнә істеп жатқан болса, опасыздық. Сол опасыздық істеп жатқан күнәсін атап тұрып, сол істеп жатқан адамның атын атап тұрып, адамдарға ескертулеріңде оқа жоқ дейді. Күнә емес бұл дейді. Бұл ғайбат емес, бұл күнә емес. Неге? Адамдар ескерту мақсатында болып отыр. Қалай байқаңыздар, осындай деген бір ауру шықты қазір. Осындаймен жастар айланысып жатыр қазір. Ол күнә болып есептелінеді. Байқаңыздар, мысалы айтып жатыр ғой, риба мысалға. Дұрыс па? Кредит алмаңыздар айтып жатыр. Алма кредит. Ахалала бай харрама риба. Сауданы Алла Тағала халал еттім. Рибаны өзінде харам еттім деді. Кредит алмаңдар деп ескертіп жатыр халыққа. Осындай адамдардың осы күнәні екендігін, немесе бір адам сөйтіп кредит алып, сөйтіп опасыздық істеген атын атап тұрып айту, ол күнә емес дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Басқа адамдарға ғибрат болу үшін. Немесе бір адам Құдай Алла асырасында Иеговаға кіріп кетті. Басқа дінге өтіп кетті. Соны қалай пәленшенің баласы пәленше, немесе пәленшенің қызы пәленше деген. Танисыздар ма сіздер? Иә, танимыз. Сол Иеговаға кіріп кетті. Не деген опасыздық мынау? Дінін сатып жіберді адам. Басқанда ғибрат болу үшін. Бұл ғайбат емес. Осындай мәселелерде бұл ғайбат емес деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біздерге хабарын берді. Және ғайбат емес болып есептелінеді. Аякула инсан маъруфан бил-лақаб я'рифу ан айбихи кал-а'раж вал-а'маш. Бір адам сондай лақап деп айтылған тілде орысша кличка дейді ғой. Қазақша қалай ол? Лақап. Лақап аты. Бізде сөз айтады ма лақап деп? Араб тілінде осылай айтады да. Бір адамның лақабымен айтады. Яғни пәленшенің лақабын айтады. Пәленше косой дейді ғой. Бар ғой сонда? Косой десе бәрі таниды. Бірдеңе қазанбас десе бәрі таниды. Осындай кличкасын айтып ол не емес, ғайбат емес екен. Себебі ол есіткен кезде ол ренжімейді. Себебі ол бәрі соны қазанбас деп айтады да ол баяғы. Немесе баяғы бәрі косой. Немесе фиксатор деп айтады да. Бар ғой сауда болады, алтын фиксатор болып бар. Ал ырзалық болады. Осы айтып ол ғайбат емес. Яғни фиксатор осылай десе, фиксатор ба, иә білеміз ғой. Бұл ғайбат емес екен. Неге? Біз айттық, ғайбат деген ол ертең есіткен кезде ренжу керек ол. Ана фиксатор ренжімейді ол себебі. Ол ырза болады да ол. Себебі бәрінің арасында ол сондай мәшһүр да ол. Аты сондай болып кеткен. Аты емес, фиксатор деген атымен көп мәшһүр болып кеткендіктен бұл ғайбат емес екен. Осындай атын осындай жеткізеді. Және соңғысы ғайбат емес болып есептелінеді. Аяқура мужахида бил-фиск. Яғни күнә іспен аты мәшһүр болып кеткен болса.
алқаш дейді, тағы бірдеңе, тағы не? Бандит. Тағы не? Сондай бір күнә шариғатымыз тыйым салынған атпен аталып кеткен адамдар бар, білесіз. Ұры сондай. Ұры бізде бәрі айтады. Осындай аттармен айтты ол ғайбат емес екен. Себебі ол ертең адам естіп қойса, кім неге орналасына сіздер менжімейді ол себеп. Себебі біледі, ата-ана келіп жатқан не дейді ана? Сондай ата кәсіп көп па деймін сондай. Естіген сондай. Қалай ата-ана келіп жатқан кәсіп ол? Ұры деген ата-ананың кәсіп емес қой ол. Демек осындай өзінің сондай жаман қайтарылған іспен болса да, бірақ сонымен мәшһүр болып кеткен болса осылай атау бұл ғайбат емес дейді. Хасан ал-Басри айтады, салатулла ғайбатына. Мынадай үш адамдарды айту ғайбат емес. Соғ бен хауа. Соғ бен хауа деген бекершілікпен айналысатын адамдар. Азан кешкесін сондай не былайша кезде бильярдта жүреді ме? Азан кешкесін анау ненің ішіне кіріп алып бар ма ойында? Казино дейміз ба? Автомат не бар? Бекершілік ойындар хауа сонда. Ол сұлау дейсің, уақытта қарап олайсың. Бірақ сондай бекершілікпен ойнап сонымен мәшһүр болып кеткен болса, яғни казино іші бар ғой ол. Яғни бильярд іші бар ғой, бильярдпен мәшһүр болып кеткен ол. Осы адам неге басқаларда ғибадат болушы айналып ондай. Жоқ, сен де сондай болып қалма деп жатқан мағына ғой енді. Осындай айту Хасан ал-Басри ол ғайбат емес. Уәл фасик. Муалим бен фисбихи. Жаңағыдай күнәмен пасық болып кеткен адам. Пасық деп жатқан арақты ішіп жүре береді, намазды оқып жүре береді. Темекісінде шегіп жүре береді, намазды оқып жүре береді. Тағы не? Зінасында істеп жүре береді, намазды оқып жүре береді, пасық деп айтады. Күнәһар мұсылман яғни. Әрі мұсылман болып жүре береді, мұсылман нелерін істеп орындап. Әрі күнәні да істеп жүре, анадан көңіл қалдырмайды, мынадан көңіл қалдырмайды, әрі біледі ол. Осыдан пасық деп айтады. Осындай пасықтық іспен аты мәшһүр болып кеткен болса, соның атын осылай деп айту бұл күнә емес дейді. Имам және жаңағыдай адамдарға зұлымдық қылатын машылар болса, сонымен мәшһүр болып кеткен. Пәленше басып деп соның кличкасын айтады, бәрі таниды. Осындай екен қойды. Осындай деп айтулар бұл ғайбатқа жатпайды деп Хасан ал-Басри осындай сөзін бітірді. Кафарат ғайбат басталды. Демек жаңа біз ғайбаттың кафаратын ауызша айтсақ, кафарат деген яғни сол істеп қойған ғайбатты кешіру керек екен. Қалай кешіреді ол? Яғни сол істеген айтқаныңызды Аллахтан тәубаңыздан келіп, Аллахтан істеп айтасыз, кешірім сұрайсыз. Және сонымен бірге анау айтқан бауырына барып кешірім сұрайсыз. Бауырым айнып кетті. Өткен екеуміз сөзге келіп қалдық, сол ашумен сен сыртынан мен осылай саған сөз сөйлеп жіберіппін. Айбетте, бетіңе айтамын. Ертең адамдардың естігеннен гөрі мені естісен. Кешіріп қой бауырым деп осындай айтып қой арқылы оның айтқан ғайбатынан кафарат болады екен. Сол арқылы, яғни ол не? Сол күнәсінен пәктелінген болып есептелді. Субханак астағфируллах деп